Сәлем достар, бүгінгі біздің тақырып тасмола мәдениеті. Рандом шеңбер арқылы тасмола мәдениетін біліп алайық. Wow. Исседондар орталық Қазақстан жерін мекендеген сақ тайпалары. Wow. Грек-рим тарихшыларының жазбаларынан, сонымен бірге Геродоттың жазбаларынан сақ тайпалары туралы, Исседон тайпасы, Аргипей, Аримаспыр тайпалары туралы білеміз. Wow. Исседон тайпасы Қазақстан картасынан қарайтын болсақ, орталық Қазақстан жеріне мекендеген. Аргиперлер солтүстігінде, шығысында Аримаспырлар мекендеген. Wow. Тасмола мәдениетінің ескерткіштері Павлодар облысы Екібастұз ауданы Шідерті өзенінің бойынан табылған. Wow. Мұртты обалардың түрі төртке бөлінеді. Мұртты обалардың ерекшелігі жылқы мен қыш ыдыстарды бірге жерлеген. Wow. Үлкен обаларда адамды жерлеген, қосалқы кіші ғұрыптық обаларда жылқы мен қыш ыдыстарды қойған, мұртшалы ғұрыптық обаларды мұртты обалар деп атаған. Мұртты обалар ерте темір дәуіріне жатады. Wow. Тасмола мәдениетін зерттеген Мирқасымұлы Қадырбаев 1932-1980 жылдар өмір сүрген археолог, ғалым, тарих ғылымының кандидаты. Wow. Тасмола мәдениеті біздің заманымызға дейінгі 7-3 ғасырға жатады, яғни ерте темір дәуірі. Wow. Тасмола мәдениетіне тән Шығыс Қазақстан жерінен табылған құралдар, ыдыс-аяқтар, ат әбзелдері, еңбек құралдары, шаруашылық заттары деп бөліп қарастыруға болады екен. Wow. Неге тасмола мәдениеті деп аталды? Өйткені тізбектелген тастардан тұрғызылған және жер атауына байланысты айтылған. Тасмола мәдениетіне тән 300-дей обалар зерттелген.